армысыздар, қалайсыздар? Мен өткенде дүкен ашып едім, ол да сайда болмайды екен бәрібір. Мен оның орнына ол дүкенді жауып, осымен сұлулық салонын аштым. Вот енді осы косметиканы қымбатқа алдым. Енді менде бір жаңалық бар. Мен осы дүкеніме, салоныма ең бірінші клиентіме тегін әдемі шаш, прическа, макияж жасап беретін боламын. Қумаш? Қасын қосып қалың ғой. Екесі бір бояндып кетсе, түп боянғамайтын болды ғой. Үйрен алып болмаса. Как красный қыздар керегенше? Мен салонымды көрдіңдер ма? Салоным бар менің. Бізде ақша жоқ. Сендер тең бояндырып беремін. Точно? Точно. Тең бояндырып беремін. Қайсысын көресің? Мен кетсімесің бояндырып сендер кім бояндырып? Өзіміз бояндым. Қастарыңды көмірмен боясыздар ма? Я көмірмен түседі. Қастар гүл бізде помада ғой. Қастарың не істегенсіңдер? Көмірмен. Көмірмен деген не екен білесіңдер ма? Не ол? Ай, білмектесің. Оша қас сатын деген нәрсе бар ғой ше? Не істеп жатсың? Бетін сұртып. Не істеп салғансыңдар беттеріңді? Көзін аши ма? Көзін. Не істеп салғансыңдар беттеріңді? Маған кеп тұрсаңдар ше? Бізде ақша жоқ қой. Енді де маған кеп тұрар. Тегін жасап берейін сендерге. Қайтып боянғансыңдар. Бір курс бала сатып алмайсыңдар ма? Екі адам. Я болмасын. Өзіне қарай. Мен істеп саспаңдар. Хочу спамтын сатып.
네? 아니 이거 줘가지고 그럼 미스지 마. 저 이렇게 Достар, мен осы екі қызды бояндырдым, әдемілеп прическаларын істедім. Сіздер бағалап кетіңіздер, комментария жазып кетіңіздер қалай болғанын. Сіздерге осы видео ұнаса лайк басып, комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Всем пока!